Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналымызға тіркеліп лайк басып барынша қолдап жүріңіздер. Бүгінгі видеомыз өте керемет шықты. Сіздерге соңына дейін көріп кетуге кеңес беремін. Және де WhatsApp группама кірсеңіздер болады, ссылкасы описание бөлімінде тұрады. Мен көп созбай бастайын. Кеттік достар. Years later. Ал құрметті достар, Барселона мен ПСЖ арасындағы керемет матч басталды. 1-4 финал, яғни ширек финалдық матч. Бұл матчтың тағдырын сіздермен біз шешетін боламыз. Так, менің құрамым грузиндік Месси деймін, Кварацхелиян, себебі ол левша екен, солақай екен. Сол себепті оны грузиялық Месси деп атадым өзім. Ал матчымыз басталды. Барселона ойыншылар допты ойынға қосты. Бускетс, бұл жерде Де Йонг тамаша допты тартып алдық. Тамаша пас ашып жібердік. Кварацхелия және соққы гол достар. Матчтың небәрі 5-ші минутында есепті аштық. Хвича есепті ашты. Керемет пастың авторы Френки Де Йонг. Осында керемет жүйелі шабуыл жасадық достар. Бұл жерде Де Йонгтың еңбегі өте ерен. Так, екінші тайм шайып біттім достар. Так, сон тамаша жылдамдығы тартып алдық. Левандовский пас бере алама, берді және гол. 2-0. Небәрі 11-ші минут. Біз есепті 2-0-ге жеткіздік. Есеп 2-0. Левандовскийдің керемет пасы голға айналдырған Хвича. Тамаша сол аяқпен. Ал енді қарсылас команда қандай амал айла ойластырар екен.
Дембеле қапталмен шабуыл жасамақшы, бұл жүйрік. Так, бұл жерде Лемар соққы жасатпау керек, және Погба жақсы блок қойып үлгерді. Кварацхелия алға асырған пас, Левандовский топтан айырылып қалды. Бұл жерде Гави артқа қарай пас асырды, және де Кунде, Жюль Кунде, одан допты тартып алуымыз керек. Гави пастар керемет бұл жігіттің, және Кварацхелияға пас, Кварацхелия соққы, гол, есеп 3-0. Алыстан шірене тартқан еді, Хвича 9-ды дәл көрсетті достар. Керемет соққы болды, керемет гол. Бұл жерде қақпашыда мүмкіндік жоқ болды. Есеп 3-0. Матчтың 25-ші минутта Де Йонг тамаша белсенді ойнауда. Бүгінгі матчта Де Йонгқа пас асырамыз. Де Йонг топты қайтадан тартып алды. Де Йонг соққы жасамай пас беру керек, және Левандовский тепкізбеді. Бұл жерде Сон қайттан шабуылды бастаймыз. Погба пас, Асенсио тамаша пас асырды, Кварацхелия гол достар. Есеп 4-0. Кварацхелия деген осындай мықты ойыншы екен, дамытып тастасаңыздар айуан болады екен достар. Өзіме ұнап жатыр енді. Грузиндік ойыншы. Так, бұл жерде Бускетс пас беруден қателесті. Балде. Так, Лемардан допты тартып аламыз қазір. Погба жарайсың. Кварацхелияға пас. Левандовский тамаша пас асырды. Левандовский Асенсиоға пас берген еді. Асенсио, және де гол достар. 5-0. Пентатрик Кварацхелияның орындауында. Тамаша пас болды бұл жерде. Асенсиода, Кварацхелияда, Левандовскийда жақсы ойнады. Жалпы команда бабында тұр достар. Бұл жерде Лаутаро Мартинес енді қарсыласта мүмкіндік аздау, енді келесі кезеңге өтуге. Тамаша подкатпен допты тартып алды, соққы жасатпауымыз керек, және де жасатқан жоқпыз. Бұл жерде Шкриньярда мықты қорғаушы екен айта кетсем болады достар. Өте мықты қорғаушы. Қазына жерде реклама шығып жатыр. Так, екінші таймымызды бастаймыз осымен. Екінші таймымыз басталды. Сіздерге Рюдигердің жанына қорғаушы керек болса, мысалы негізгі құрамға қазір достар айтам, мына жерде Левандовскийге пас және гол достар. Осымен есеп 6-0. Хвича 5 гол және 1 голдық пастың авторы атанды. Бұл жерде қақпашы өрескел қателік жіберген екен. Өрескел қателігін пайдаланып кеттік. Достар, егер сіздерде негізгі құрамда Кулибали мен Ван Дейк болса, қосалқы құрамға осы Рюдигер мен Шкриньярды алсаңыздар болады достар, екеуінің орнына. Егер травма алып қалып жатқан жағдайда, қызыл қағаз алып қалып жатқан жағдайда өте мықты қорғаушылар. Бұл жерде айтып ауыр жиғанша тағы да шабуыл басталып бітті, және гол достар. Есеп 7-0. Кварацхелия 6-шы голын салды осы матчтағы. Өте керемет болып жатыр енді. Кварацхелия от ойыншы болып жатыр. Болашақта рейтингі көтерілсе тағы сатып жіберіп дамытатын боламыз бұл ойыншы енді. Реал сияқты мықты клубтардың сапынан көретін шығармыз деген үміттеміз. Бұл жерде Левандовскийге қарсы ереже бұзылды. Кварацхелияның нүктесі енді соққысы нашарлау, бұл ойыншының мықты деп айта алмаймын енді. Сонда соққы жасап көретін боламыз. Сол аяқпен барынша тептік, бар күшімен, бірақ көріп тұрсыздар соққының шамасы осы. Эдуард Менди топты ойынға қосты. Жюль Кунде жаңа шабуыл бастамақшы. Әрине қарсыласта мүмкіндік жоқ. Бұл жерде Кварацхелия, бірақ топтан айырылып қалды. Де Йонг бүгінгі матчты өте белсенді. Кварацхелия соққы жаса және айдалаға бағытталды достар. Айдалаға кетіп қалды доп. 8 соққы жасап, 7 қақпаға дәл бағытталған екен. Так, бұл жерде біз Манені шығарайық, сосын Кантені шығарайық. Және де шабуыл шебіне мен кімді шығарсам болады? Осы Левандовскийдің орнына Винисиусты шығарайын. Пас беруге өте тамаша. Так, матчтың 70-ші минуты. Бұл жерде Джуниор Винисиус. Так, қарсыластарда берілетін емес. Салах топты тартып алдық. Жеткіп келе жатыр. Салах шашасына шаң жұқтпайтын ойыншы, және соққы
қақпашы жанкештілікпен алып шықты бұл жерде. Кварацхелия 7-ші голын соғайын деп жатыр еді. Және Кварацхелияға пас, бірақ Бускетс өткізбеді. Тіс қаққан опорный қорғаушы дейді ғой. Жартылай қорғаушы. Кешіңіздер достар, тілім күрмеліп қалып жатыр. Және айтып ауыз жиғанша Винисиус Жуниор соққы жасады. Есеп 8-0. Алыстан қақырата тебе салды. Алыс бұрышты ашық екенін көрді де соққы жасай салды. Мендиде мүмкіндік қалмады қайтаратындай. Матчтың 81-ші минуты басталып кетті. Торы, кім жаңадан жас ойыншылар ғой деймін. Так, бұл жерде Бруно Фернандеш, Винисиуске пас. Бұл ойыншының жылдамдығы өте керемет. Және пас асыруымыз керек. Пас асырды Кварацхелия. Матчтағы 7-ші голын соқты достар. Бұл ойынның сөзсіз үздік ойыншы Кварацхелия. Ойынның қаһарманы десек те болады. Тамаша соққы, тамаша гол. 2 минут қосқан екен, тағы бір гол соқып бітсек 10-0. Дөңгелек есеп әдемі көрінеді негізі бар ғой. Бұл жерде енді мүмкіндік аздау, сонда да шабуылға шығып көретін боламыз. 4 минут қосқан екен, уақыт бар демек. Бұл жерде Мане допты тартып алды, және алаң шетіне доп шыққан жоқ. Қуып жету керексің Мане, тағы тартып алды, жарайсың Мане. Пас асыр. Хорош, Винисиуске пас, Винисиус. Және гол достар, есеп 10-0. Кварацхелия 8-ші голын соқты. Винисиус пен Маненің ерлігін айта кеттік. Керемет матчты өздері жасап берді. Осы жерде голды. Бүгінгі матчтың қаһарманы сөзсіз Кварацхелия. Осымен матчымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.